Кеттілер. Шассеге енділер. Георгий бір ан тоқталды, кибритке бейінже мыйықларыны бұрды, Бекернің бетіне мерақнен бақты. Ама söyle Бекер, doğrusunu söyle. Саттын мы, сатмадын мы? Делірдің мі сен, Георгий, мен айван сатарым мы? Солға бұрылып, шассе четінден кеттілер. Эпей ұзақта yol үстінде бір дұт терегі көрінді. Терек түбінде тұрған ұзын түйлі бір көпек ялана-ялана yolның ортасына түшіп, ағыр-ағыр адымлады, башыны чевіріп, дұт терегіне бірді бақты ве рум көйіне тараф кетті. Георгийнен Бекер дұт терегіне яқынлаштылар. Терек астында 5-6 көпек ята еді. Көпеклерге яқынлашмаздан evvel Георгий тоқтады. Көпеклерінің башлары ұжында ятқан қалын қырмызы кеміклерге ишмар етті. Көресің мі? Не баранды? Кеміклер. Сығырның кеміклері, Бекер. Бекернің белкемігінден суығы бір тітіреме кечті. Балабанлашқан әрекетсіз көзлері кеміклерде яваш-яваш 3-4 адым артқа чекілді. Тізлері кесілді, саланды. Боғық бір сесінен қычырды. Ялан айтма, яуыр көпегі. Георгий сесіні чықармады. Ялан! Бір даққа сабыр ет. Георгий бірден евіне чапып кетті. Бекер көзлеріні қапатты, қалбы, түшінжелері ве бұтын барлығынен сүкунетлерге, қаранлықларға адалды. Георгий енді көзден ғайып болған еді. Георгийнің қайда ве не үшін кеткенini Бекер білмей, бұақта асыл түшінмейді. Қыбырдамадан көзлеріні қапатып не қадар вақыт отырғанını абайламады. Шай отырыр екен, аяқлары янына пат етіп бір шей тұшты. Бекер қыбырдамайып көзлеріні açты. Айреттен көзлері балабанлашты, сақалы қалтырады, юрегіндегі қаны чекілген кебі олды. Боғазына қадалған, оны ажытқан, ағыртқан құру боғыжы бір юмрухны емшатмақ, ютмақ істеп боғазыны яқалады, сықты, ютып оламады, әллері жансызланды. Бекер яваш-яваш чөкті, әллеріні аяқлары янында ятқан мачықның сары терісі үстіне кетірді. Сесіні чықармады, ағыламады. Эпей отырды, мачықның суық емшақ терісіні сипалады. Четте тұрған Георгий анлатмаға башлады. Бүгін саба беждәне рус сығырнымында кетірділер. Татардан сатын алдық деділер. Сойдылар, терісіні сыдырдылар. Кеміклеріні көпеклерге едірділер. Етні арабаға юклеп ялтыға алып кеттілер. Бекер оны дінлемеді. Георгий сіңірлері сағлам бір адам тавырында сөзіні девам етті. Бұзавы бұға олачақ еді. Қарнını озым ярдым. Емек ақым үшін біраз ет біле бермеділер. Арабаға юклеп алып кеттілер. Ялыңыз бұ теріні саттылар. Оны да сізлерден біріне сатарым деп алдым. 200 кумыш бердім. Сен 250 кумыш берді ал. 50 кумыш кәрдегіл, яғни рақы парасы веменім емегім ал. Яқшы тері. Чарыққа да ярар, қайышқа да. Бекер евляды өлген бір баба кебі янықлады. Баласының мезарындан қалқар кебі мачықның тересі башындан тұрды, башыны егіп Георгийге бақмайып, Қызылташқа тараф кетті. Георгий: «Ей, татар, 250 кумыш чоқ парамы?» деп қычырды. Бекерден жауап алмаған соң мачықның терісіні көтерді, румжа аңлашылмас бір шейлер мырылдады. Георгийнің мырылтылары Бекерге аятның сон ezanı кебі келді. Вүжуды қалбі бошалған, аят кеткен, Бекерні топраққа бағлаған, яшатқан бір шей екене таянч кеткен еді. Аят жоқ еді. Бекер бұ дүнияда 50 ел яшады. 50 ел. 50 еллық өмірінде айдын ве татлы күндер қадар қаранлық хажы күндеріні де көрді. Ама бұ дереже аджы, бұ дереже қаранлық күнні ичде көрмеген еді. Да түнеуін айдын везенгін көрінген кележек, бүгін көзлері огынде сим-сия бір дивар кебі тікілене. Аят есе, озыны терен түпсіз бір құйыға атмаға қарар берген бір адамның бойнында асылған ағырташ кебі Бекернің бойнына асылған. Бекер бұ ағырлықны девірмеге, енмеге чалышмай. Күчі бұңа етішмейжегіні біледі. Қызылташқа яқынлашыр екен, солда Топқаяға шыққан yolның ташларында 4 нал чапқан бір атының нал сеслеріне ешітіп, адымларыны явашлатты.
Юқусундан оянган ки болду. Оңа doğru келген атлыга бақып, «Мачик тапылдымы? Мачик кахырдамы?» деп сурайжак болду. Ләкин көзлөрү огуне калын кырмызы кемиклер, тойган тенбел көпеклер, Георгий Вемачикнын йымшак субук терisi келип терелди. Сеси бугазында кырылды. Кене башын эгип, көзлөрүнө симсия асфальтке тикип, жолуна девам этти. Селим шоссеге энди атынан тушты, элинде югени атыны чеке-чеке Бекирге якынлашты. Селим эжанлы эди, лаф этер экен нефеси тутула эди. «Бекир эмже, Мачик каерде? Таптынмы, Бекир эмже? Таптынмы Мачикны?» Бекир жавап бермеди. Селим девам этти. «Иван келди, Бекир эмже. Иван келди. Ялтадан домуз кетирди. Сиздин эвине домуз кетирди, Бекир эмже». Сукунеттен урккен киби Селим Бекирнин элине тутту, урке Бекирнин элине бакты. «Бекир эмже, Иван домуз кетирди, ләкин коркма. Эндер агам домузну атты. Эшитесиңби, Бекир эмже?» «Эндер агам домузну түфегинен атып өлдүрдү. Иванны кууду». Бекир тилсиз. Бекир сонук агызы яры ачык, коркунч бир сессизликнен адымлай. Бекирнин сессизлиги узаган сайын яш Селимнин сиңирлери бозула. Селим сесинен, көзлеринен Бекирнин юрегине кирмек истер киби кычыра. «Бекир эмже? Бекир эмже? Эшитесиңби? Бекир эмже?» Ахыр сону Селим даянып оламады, Бекирнин элини быракты, боголуп, түйүлүп агламага башлады. «Не кабаат ишледим мен, Бекир эмже? Не кабаат ишледим? Не кабаат ишледим?» Бекир токтады. Селим эп аглап Бекирнин эллерине япышты, Бекирнин эллерини опе-опе сөйлөндү. «Бабам Актабанны сизге берди. Актабан сиздин олажак. Өзү айтты. Бекир эмже, не үчүн лаф этмейсиң? Айт, Бекир эмже, не десен, оны япарым. Тизлеринин үстүндө юр десен, юрейим. Кызылташка же барайым. Ол десен, олейим. Айт, Бекир эмже, не үчүн лаф этмейсиң? Не кабаат ишледим?» Бекир Селимнин янакларынан тыгырган көз яш тамчыларына бакты, өзүнүн көзлөрү де толду. Көз яшларыны Селимден гизлемек истер киби башыны четке бурду, каршыдаки аюдага, дегирмен коюнун ешил каяларына, тутун аранларына бакты. Сонра Селимгеми, жоксо өзүнүн yorгун, эзилген калбинеми, кимге айтканын билмеген киби калтырабук яваш бир сеснен сөйленмеге башлады. «Мен юртны, бу топракны пек севем, Селим. Пек севем, оглум. Сени де севем. Сен эч бир түрлүү кабаат ишлемедиң. Эпиңизни севем. Бу юртнун эр бир шейини, эр жерини, бутун инсанларыны севем». Бекирнен Селим бири-бирлерине муктач эки адам киби эл-элге тутушуп, Кызылташка кеттилер. Селим Бекирнин ичине дуйгуларыны анлаган киби эди. Артык аглабыны токтатты. Кызылташка барганчы сесini чыкармады. Мезарлыкка якынлашыр экенлер таш исарынын артында 8-10 бала бир домуз баласынын аягына ип баглап, шоссенин ортасында сүйреп, мемишнин дересине тарап кетедилер. Селимнен Бекир балаларынын янынан индемейип кечип кеттилер. Бекирнин эч бир шей демегенине сыкылган олуп балалардан бири инже сесинен кычырды. «Мемишнин дересине көтөрүп атажакмыз. Энвер агам айтты». Бекирнен Селим мезарлыкны кечтилер. Романкошунун үстүндө күнөш каршы маалинин тенеке дамларына алтын перделер аткан, акшамны беклеген Кызылташны күлүмсүрөп сейрети. Топрак дамларда, жол четинде тек тук отурган адамлар Бекирнин эвине бака эдилер. Бекирнин кестирмеси янында да бир талай адам бар эди. Бекир эвине якынлашыр экен сессизликни бозмамак истер киби кимсе жеринден кыбырдамады. Ялныз батталынын Энвери шоссеге энди Бекирнин каршысына чыкты. Ләкин Бекирге етмеден Бекирнен Селимнин бетлеринден бир шей аңлаган киби эч бир шей айтмайып артына кайтты. Бекирнен ян-янаша адымлады. Бир аздан соң токтады, аркасыны инжир тереги астындагы исарга таяп, Бекирнен Селим кестирме сырыкларыны эндирип азбарга киргенче оларны көзетти. Соңра сес солук чыкармайып, эвине кайтты. Дамларда, бакчаларда, жол четлеринде отурган көйлүлөр Бекирнин дердине айры-айры тээссуф билдирди.
Янықлады, кедерленді, башларыны саллады ве Бекер эски күтүкке чөкүп отурганынан күннүн темашасы біткен кебі индемейіп евлеріне дағылыштылар. Селим ақтабанны ақырға бағлады, Бекернің еліні опты, башы егік, көзлері ерде азбардан чықты. Эсма көрінмеді. Айше көзлері қапалы, дүниядан қопқан кебі софа басамақларында отырайды. Біраздан сон ода-одаға чекілді. Күнеш кеткен сайын қызара, сүкінетіні құшқаяға тараф кеткен юк машиналары бозайды. Кестірме сырықлары артында екі рус пейда олды. Бір шейістер кебі Бекерге бақтылар. Бекер оларны көрмеді. Қаршы маале тарафтан екі рус да әкелді. Кестірме артында тұрған русларға қошылды ве епісі бірден шассеге енді. Шасседеки башқа русларының көзлері Бекернің енвернің қаршы мааленің евлерінде кезе еді. Күнеш роман қошқайыне, дерелер қарара, тарлаларда көлгелер, бірекелер. Келін қаядан көйге енген айванларының мұнреві ешітіле, ичкілерінің, қойларының ме-ме деген сеслері көй соқақларындаки сүкінетіні боза. Домызны мемешінің дересіне сүреп алып кеткен балалар көйге енді қайтқан еділер. Қаршы мааледе yolunda ашағы шассаде кезінген русларға бақып, евлі евіне, көйлі көйіне, еві олмаған сычан делігіне деп қычырып, евлері бетке чапып кеттілер. Sonra сеслер кесілді. Бекер башыны көтеріп бір шей қыдырған даязбарны көзден кечірді. Софада кімсе жоқ, шассаде де кімсе жоқ. Ақырның ачық қапысындан өлімсесізлігі келе, Бекернің қалбіне толайды. Бекер яваш-яваш ерінден тұрды, баяғы вақыт ердекі күтікіні сейретті, сон ақырға кірді. Ақырға не үшін не мақсаднен кіргеніні білмей, көзлеріні диварда кездірді. Мачикның еллар девамында қоланылған артық керек олмаған тақымлары диварда асулы тұрайды. Бекер апансыздан Мачикның аля емшақ күбресіне басты, бірден қалтырады. Екі парча таш кібі қатты юмруқларыны сықып бір шейлер арады, бір шей тапмақ, бір шей япмақ керек еді. Ақырдан шықты, қапыға яқын бір ерде көзлеріне екі башлы балтасы илішті. Қалтыраған дудақлары арасындан «Аллайым, сен сабыр» деп етіштірмеді, екі еленен балтаны алып, азбарының ортасына келіп тоқтады. Ачуы қайнады, дүния көзлеріне зиндан олып көрінді. Кестірме сырықлары бетке кетеркен аяғы илішті, кокусының та ортасындан ташқан бір сеснен «Аллайым, ничун» деп бағырды, бірден балтасыны көтерді, ескі күтікіні балталамаға башлады. Балтаны ендіргенде ағызындан «ничун» деген сөз төкіле, күтіктен қопқан парчалар ісе серт-серт ұчышып софаның тақталарына, пенжерелерінің жамларына ұрылалар. 10-15 дақадан сон балтасыны көбірелікке фырлатты, аяқлары янында доғралған, парчаланған күтікнің ярмалары үстіне отырды. Терлі сылақ суық көлмегі атеш кебі sıcақ вүжудыны серінлете еді. Бұ ерде не қадар вақыттан берлі отырғаныны білмей, тек башыны көтерген вақытта кестірме сырықлары артында индемейіп тұрған Чуфутлевіні көрді. «Я иләхи, Бекер аға, сені көрген бей олсын, бұ ерде бір сааттен берлі тұрам, ичереге дәвет еткен адам жоқ. Қырсыз беллемесінлер деп, мен де азбарыңа кірмедім». Чуфутлевінің бойлы апансыздан Бекернің евіне келмесі тәжіплі бір шейдір, ләкин Бекер бұңа шашмады. «Кір азбарға», деді Бекер. Чуфутлеви кестірме сырықларыны ендіріркен, ағыламсыраған адам кебі сөзіні девам етті. «Кір десен де сақ ол, кірме десен де. Дүния бойлы, Бекер аға. Сұлтан Сулейман оны деніштіріп оламады, біз деніштіріп олырмыз мы?» Левінің бойыны бейаз менділернен сарылы еді. Қалын дудақлары шышкен, бір-екі ерінден чатлаған, көзлерінің астында симсия алқалар, янақларында морартылар бар еді. Бұ алға бақмадан Леви күлімсірей еді. Бекер бір анының бетіне бақты, дерал башына егді, «Көтек ашаған ғалиба», деп тұшынды. Чуфутлеви башта сопасыны, соңра арқасындаки чувалыны ерге ташлады. Бекернің янында тіс чөкті,
Бір сыр аңламақ истеркибі Бекирнің бетіне бақты. Томбул пармақларынан сейрек сақалыны қашыды. Иләһи, келмедің мені көрмеге, Бекир аға. Не япасын? Атын, сығырларын, қойларын, ечкілерін, бақчаларын насыл, Бекир аға? Иләһи, дағдаға қауышмас, инсан инсанға қауышыр, бақ насыл қауыштық, Бекир аға? Иләһи, киразлары... Бекир суық бір сесінен Левинің сөзіні кесті. Бірақ, Алланы север исен бірақ. Шымды өзімні қоймаға ер тапамайым. Сенде маңа киразлардан лаф ачасын. Иләһи, не олды, Бекир аға, иләһи? Язықлар олсын асабаңа. Бекир Левинің бетіне бақмайып сомырданды. Дырдыр етіп отырма башымның ұжында, білем, 500 күміш боржым бар саңа. Берейім, деп Бекир ерінден тұрачақ олды. Ләкин Леви оның етегінден тұтты. Иләһи, 500 күміш. Мен саңа 500 күміш боржылым, Бекир аға, мен, сен дегіл. Ұнуттың мы жоқса? Ұнутмадым боржылым. Хайрулла, Бекир аға, мен саңа боржылым. Сен дегіл, мен. Бекир Левиге тікіліп бақты. Улан чуфут, Леви. Ұнутмадым дедім. Иләһи, чуфут деме маңа жанымдан айланайым, Бекир аға. Қырымчақ десен янмам. Чуфут десен татарлар мені Исраилден келді деп белдерлер. Мен Ахмезжитлем, дедем герейлерге қызмет етті, мен де сізге етем. Амма мен саңа? Иләһи, мен саңа боржылым, Бекир аға. Амма 500 күміш. Бекир сусты, енсесін қашыды, Левинің бетіне тікіліп бақты. Ойлемі? Иләһи, мен ялан айтырыммы, Бекир аға? Төшегім женнетте. Мен ялан айтырыммы? Бекир бірда башыны көксіне екді ве яваштан. Мен саңа боржылым деп беледім, деді. Ұнытқансың, Бекир аға, ұнытқансың. Ақылын зайыф, тез ұнытасың. Бекир көкіс кечірді. Ойледір. Я көресің мұ, қатырындамы? Эсап 12.500 тұтқан еді. Сен ісе маңа 13.000 берген едің. 500 күмішім жоқ еді, сен о вақыт, киразлары да кетірейім, сон эсап китап япармыз деген едің. Ақылындамы? Дедім саңа киразларға да вақыт бар. Иләһи, мен сенден кираз істедімі, Бекир аға? Мен сенен ведалашмаға келдім. Бекир Левинің сонки сөзлеріні ешіткенінен бүтін дертлеріні ұнытқан ки болды. Левинің бетіне тікіліп бақты. Хайрулла, не олды, Леви? Иләһи, хайырлысы, Бекир аға. Мен оғлым Саламанға кетем. Белки қайтып келерім, белки де қайтып келмем. Біз ескі достмыз, ескі дост яны достан хайырлыдыр дейлер. Йылдан кечіп кете едім, айды дедім, ескі достым Бекир устаны да бір көрейім. Боржымны одейім. Заваллы Левиде аққы қалмасын дедім. Сақ ол, бар ол. Леви бейаз менділге сарылған параны Бекирге берді. Сопасыны, чувалыны алып ерінден тұрды. Бекир де ерінден тұрды, параны жебіне соқып, Левіні қаве ичмеге дәвет етті. Леви тешекур білдірді, кірмеді. Бекирнің еліні сықты, кестірмей бетке адымлады, ләкин кестірмей етмезден тоқтады, сақалыны сипалады, біраз түшінжеге далып тұрған сон Бекирге чеверіліп бақты. Сенің құшқаяңа не олды, Бекир аға, деп сұрады. Бекир яваштан, құшқая ерінде тұра, деді. Девермеділер ме? Левинің беті жедділешті. Девермеділер ме, деп сұрайым. Йоқ, девермеділер. Левинің дудақлары көшесінден хафиф бір түбес сум үчті. Ақылында мы? Мен деверірлер деген едім. Янылған екенім. Бекирнің бетінден кечкен бір шашқынлық екі қашы арасындаки түйімге бағланды. Бекир бір ан сесіні чықармады, энсесіні қашыды, Левіні баштан аяқ сузды. Айны яваш тауырнен. Леви, сен яқшысын мы? Сағлығын ерінде ме? Деп сұрады. Иләһи, әлбет яқшым, Бекир аға. Не үшін, Бекир аға? Ақылында мы? Сен девермезлер, ben ise devirirler деген едім. Кім, мен ме? Сен, я, Бекир аға. Иләһи, анжақ да ұнытқансың. Сен девермезлер дедің, мен деверірлер дедім. Улан чуфут, Леви, адамны серсем еттін. Мен... Иләһи, чуфут деме маңа, Бекир аға, көзіңні севейім. Сен дедің девермезлер, мен дедім деверірлер. Аңлашылды. Сенің қафаңа қатыр тепкен.
Ilahi, tepti tepmedi. Sen dedin, devirmezler. Men dedim, devirirler. Lakin devirmediler. Da ne? Levi Bekir'nin yanına geldi. Bir daha Bekir'nin elini sıktı. Gülümsiredi. Şası giyinip degirmen koy betke ketti. Көзден ғайып болғанча Bekir onun артından bakıp kaldı. Düşüncege daldı. Yanıkladı. Zavallı Levi. Ахмеджитке же жаяп кетежек. Арабам olgan olsa, onu alıp keter edim, dep kokuz geçirdi.